Ассалаумағалейкум достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Жексенбі күндеріңіз жақсы өтсін. Достар, бүгін біздер күн бату кезіндегі әдемі фонды өзіміз қолмен істеп үйренеміз. Бүгінгі сабақтың аты күн бату. Егер керекті фотоларды таппай жатсаңыздар, мен астындағы сілтемеге қалдырамын, достар. Мен бүгін бұл фотошопты жалпы аяқ асты жасадым, достар. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Бұл сабақта мен әрмен қарай бастайық. PicsArtқа кірейік, достар. Сонымен мінекей PicsArtқа кіреміз. Мінекей Бағдат деген інімнің осы PicsArt маған ұсынған балаға осыған бүгін фотошоп жасайтын боламыз, достар. Жалпы бізге бірінші керек болатын вырезать батырмасы, вырезать. Мінекей айналдыра қырқып шығасыздар. Бұл функцияны егер білмейтіндер болса, жақсылап бұдан алдым басқа да фотоларыңызды 2-3 рет жаттықтырыңыздар. PNG форматында алудың ең жақсы жолы осы, достар. Автоматты түрде сізге программа керекті жеріңізді қырқып береді. Егерде артық фонмен түстес жерлер болса қалып кетеді, енді оны өздеріңіз қолмен бояй саласыздар. Мен әйтеуір сызып шыққасын бұны кішкене қисық қылып қырқып берді. Әрине сіздер барынша четкі боясаңыздар керемет шығады, достар. Мінекей қалып кеткен жерлер осылай қалып кетеді. Программа автомат түрде артық фон ақ болғасын, шалбарды ақ болғасын автомат түрде ол жерді тастап кетті. Артық фоннан ажыралып тұратын жерлердің барлығын фон сіздерге өзі автомат түрде қиып береді. Егер осындай жерлердің астында өшіргіш және бояғыш тұр, сол жермен бояп, артық жерін өшіргішпен өшіріп тастайсыздар. Өте қарапайым нәрсе, достар. Бұны сағат үйретпей қойын, достар. Дәл осылай өшіріп аламыз өзімізге стикерді. Бірінші сабақ бұл міндетті түрде осылай сохранить етеміз. Дәл осылай алынады, достар. Стикер алдыңғы сабақта көрсеткен болатын, стикерлер сақтанып тұрады. Енді рисовайтқа кіреміз, достар. Рисовайтқа міндетті түрде орындалу керек бұл функция. Мінекей жанында слой ашамыз. Автомат түрде бізге слой ашылып тұрады. Сол жерден слой таңдалады. Астындағы обычныйдың қасына түс, қара түсті таңдаймыз. Окей, жоғарыдағы енді астына қарап түсіреміз. Мінекей астына түсті. Жоғарыдағы суреттеріңізді таңдайсыздар. И обычный деген жерде мінекей соның астында умножение деген бар. Соны бассаңыздар, сурет автомат түрде қара болады. Міндетті түрде қара фонды астына түсіріңіздер. Және де таңдаған кезде баланың үстін басып қойып, сосын барып умножение жасаңыздар. Енді достар, бірінші сіздерге қарапайым түрін көрсетем. Қазір кеш батудың қарапайым түрін көрсетем, сосын шамалы күрделі әдемі түрін көрсетем. Біріншіден, достар, бұны кішкене фотошопта болайық, себебі бұл қатты ондай қатты емес. Сосын размытие, міндетті түрде размытие керек болады, достар. Егер басқа да фон таңдап жатсаңыздар, егер осындай детальный, мысалы пальма, бұлттар бар фон там болса, міндетті түрде размытие 4-3-ке қойып аласыздар. Енді жаңағы біздің алып алған фотомыз дәл осылай қап-қара болып тұрады. Окей, давайте фото арқылы аламыз, достар. Мінекей бір шетке қоясыздар. Енді ыңғайлап, немесе енді барынша талмен бірдей қылып қоймайсыздар, барынша кішкентай. Енді өздеріңіз фотоға түскен кезде қалай тұрады, ракурсқа қараңыздар, барлығына қараңыздар. Мінекей дәл осылай қоямыз. Енді окей, әрмен қарай бұның шетін қырқыт саламыз. Енді асағат қажет жоқ қазір. Міндетті түрде, енді достар, мен қазір размытияны сол давайте фото алған кезде ұмытып кеттім. Енді міндетті түрде өзіңіздің осы қарамен алып алған фотоңыздың үстін міндетті түрде размытиямен бояп, бір 2-3 уровеньге қоясыздар күшін. Мінекей бояп, мінекей 2-3-ке қойсаңыздар жетеді, достар. Неге размытия қолдануымыз керек? Себебі фотоны шамалы шынайылық кіргізеді, достар. Четко ана қырлары барлығы көрініп тұрса, уже ол біртүрлі көрінеді. Размытиядан кейін фотоларыңыз шамалы шындыққа жақындайды. Егер істеуге ерінбесеңіздер, істеп көріңіздер, міндетті түрде ол көмегін тигізеді. Енді мінекей өзімізге керек емес жерлерді кішкене қырқып аламыз, ракурс турлаймыз. Окей. Енді мына жерден effects-тен міндетті түрде эффект таңдаймыз. Драма, джозер барлығы бар. Енді достар, бұл қарапайым бірінші түрі. Бұл қарапайым бірінші түрі, достар. Мінекей бұл енді міндетті түрде блик бар, достар. Айтпақшы, бұл жерде бликті жақсылап үйреніңіздер. Бликтен көтерілеміз. Блик міндетті түрде керек болады, себебі бұл жерде күннің сәулесі бар. Осыны таңдаймыз. Немесе өзіңізге ұнаған блик таңдаңыздар, бірақ ең сәйкес келетін осы блик. Бірінші басын үлкейтеміз, кішкене адамның үстіне сәулесін түсіреміз. Енді қатты түсіріп жібермеңіздер. Егер алдына жағында шашырап тұрған сәулесін, міндетті түрде қоюлығын азайтамыз, достар. Оны бақырайтып қоймаймыз. Міндетті түрде қоюлығын азайтамыз. Мінекей бұл бізде бірінші түр, достар. Мінекей бұл да керемет тұр. Мысалы өзіңіздің фотоңызда дәл осылай түскен, немесе шортимен, шляпамен, жазғы эффектте түскен фотоларыңызды дәл осылай сәндесеңіздер болады. Бұл достар бірінші түрі. Енді екінші түріне
келеміз. Мінекей достар, бізге адам және шөп және де тал, силуэт дерева, көлеңке, ағаштың көлеңке түрі деп іздесеңіздер, енді орысшасын іздесеңіздер шығады өте көп. Мен достар, ютубта болсаңыздар асты сілтемесін қалдырып кетемін. Егер ВК-да болсаңыздар міндетті түрде комментарийдан ала аласыздар. ВК-да бізде фотошоп сабақтары деген достар каналымыз, ютубта Мико Про деген болады. Астында сілтемелер тұрады достар, міндетті түрде көріп алсаңыздар болады. Мінекей шөпті адамның аяғының басына бастырып қоямыз. Енді талды кішкене адамдардан үлкен қылып бір шетіне қылып қоямыз. Мінекей достар, мінекей окей, үлкейтеміз кішкене. Мінекей достар, бұл енді мына жағын ашық қалды. Енді бұл жағын міндетті түрде қырқып тастаймыз достар. Үлкен бір фон бізге ашық қатты қажет емес. Бұл жерде біздің деталь, бізде центр внимания дейді ғой. Сол тал мен адамда болып тұр. Бұл жерде де блик қолданамыз достар. Уже блик қолдануды барлықтарыңыз білесіздер деген ойдамын. Жаңағы бликтен тура сол жаңа, яғни бұл жерде де қоюлығын азайтамыз. Енді добавить фото. Қосымша бізге қосымша элементтер, қосымша детальдар дейді тағы да. Мінекей аспанға кішкене жұлдыз сияқты жарқырауықтар, кішкене сосын бір құстарды қойып жібере салайық. Мінекей құстарды барынша кішірейтіп қоюлығын азайтып достар, естеріңізде болсын, бұндай қосымша детальдарды барынша бақырайтып адамның көзі түсетіндей қоюдың міндеті емес. Барынша қоюлығын азайтып бір кішкене фонға бояу берсеңіздер болды, яғни шынайы табиғат екенін білдірсеңіздер болды достар. Мінекей достар, сабақтың соңына да жақындап қалдық. Сіздерге ұнады деген ойдамын достар. Ұнаса өздеріңіздің ойларыңызды жазыңыздар. Бір нәрсе, әйтеуір бір нәрсе үйренсеңіздер достар, мен шын жүректен қуаныштымын. Сіздерге пайдам тиген үшін қуаныштымын. Достар, мінекей біздің PicsArt сабақ осымен аяқталды. Ең басты естеріңізде болсын, осы рисовайтқа кірген кезде умножение. Умноженияны адамның үстіне, мінекей адамның үстіне басып тұрып істейсіздер. Және де қара көлеңке, қара фон астында тұру керек. Сау болыңыздар достар.